Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті ұстаздар, мына жерде бізде қонақтар келіп отыр. Жанар ханым, Рабиға ханым, біздің ұстаздарымыз, апаларымыз, баршаңызға Алла разы болсын. Бүгінгі мынау Рамазанға жақындап қалдық. Рамазанға жақындағанда жүректер сондай бір лүпілдеп, қандай дайындықпен кірсем екен, қалай осы Рамазанды ең сондай бір продуктивный дейді ғой, сондай өткізсем екен деп жүгіріп келген ханымдар, баршаларыңыздың қадамдарыңыз құтты болсын. Бүгінгі мынау келгендегі ниеттеріңіз қабыл болсын. Қандай ниеттеріңіз бар болса, қандай тілектеріңіз бар болса, Алла Тағала тілектеріңізді қабыл етсін. Жалпы Рамазаннан Рамазанға дейінгі күнәлар кешіріледі дейді. Алла Тағала бүкіл жыл бойы біздің біліп және білмей істеген күнә қателіктерімізді Алла кешірсін. Алла Тағала осы Рамазанды бізге өзіне жақын болған құлдардан, тақуа құлдарының қатарынан етіп, иншалла, қабыл болған амалдарды жасауға бізге нәсіп етсін. Осы Рамазан сіздердің өмірлеріңіздегі ең сондай бір керемет сәттерге толы болсын. Жақындарыңызбен араларыңыз сондай бір жақындайтын, мейірімділікке жүректер толатын, намаздары қабыл болған, Құрандары қабыл болған қыздардан, ханымдардан болды. Алла Тағала нәсіп етсін. Әр отбасыға Рамазан тек қана жақсылығын, берекесін төгіп әкеле берсін. Алла осы Рамазанды бүкіл 12 айдың сұлтаны деп, жаңаға біздің қазақта 12 айдың сұлтаны Рамазан айы деп жатамыз ғой. Бұл айдың сұлтаны болғанында ол Құран бұл айда түскен екен. Құран түскендіктен бұл ай сондай бір өзінің дәрежесін арттырып, барлық айдан артық болып тұр екен. Білесіздер, 1000 жаңағы түннен қайырлы, бұлда Рамазанда қадір түні бар дейді. Қадір түні бар. Бұл Рамазан тақуалық, жаңа айтып жатыр ғой, сабыр мен және тақуалыққа жеткізетін ай екен. Сабыр және тақуалыққа. Біз осы Рамазан бүкіл жаман әдеттерден арылатын ай екен. Қандай да жаман әдетіміз бар болса, осы Рамазан айында сол әдеттерден арылуға әбден мүмкін екен. Мысалға, темекі тартатындар күні бойы темекін тартпай жүреді, бірақ тура кешке ауыз ашқаннан кейін бірінші темекісін тартып алады. Бірақ та солай оны азайтса болады дейді. Сол сияқты әйелдерде қандай біздің бойымыздағы өзімізді әрқайсымыз бір анализ жасап дейді ғой, осы Рамазанда мен мына әдеттерден құтылам, оның орнына мына жақсы әдеттерді өзіме, бойыма сіңірем деп, дәл қазір сондай анализ жасайтын кез. Рамазанның алдында Рамазанды жоспарлап алатын кез. Рамазанда Құранға қалай байланам, қалай Құранымды оқимын, қандай, егерде Құранға әлі түспеген болсаңыз, Құран үйренуге бола ма екен, қандай сабақтар алсам болады екен деп, кәдімгідей күндеріңізді жоспарлап алсаңыздар болады. Тек қана күндіз ұйықтап, кешке жақын ауызашарға барып емес, бұл яғни күні де, түні де қасиетті. Рамазанның күні де, түні де қасиетті. Түндерін біз не істейміз? Тарауық намазбен толтырамыз. Күні ораза боламыз. Ораза болған кезде, мен әлі оразамын ғой деп ұйқыға емес, ол күнді біз Құран оқимыз. Білмеймін, тағы да басқа да бір игі істерге толтырамыз. Сол сияқты жақсы бір өзімізге әдеттерді қалыптастыруға болады екен. Білім алып жатқан болсаңыздар, жаңаға аш қарынға алынған білімдер тез қонады дейді. Қарынымыз тойып алса, ол уже кешке жақын намаз оқуға да шамамыз келмей, ұйқы қысып төсекке қарай жүгіреміз. Ал негізінде кешке жақын ауыз ашқан кезде дейді, жеңіл тамақпен тамақтанып, ал жаңағы тарауық намазына немесе сәрәсіге тұрған оңай болады екен. Сондықтан оның барлығын қазір сіздердің барлықтарыңыз көздері ашық ханымыздарсыздар ғой. Жаңағы нутрициолог, диетолог, тағы да кім бар? Неше түрлі врачтардан кеңестерін тыңдап, өздеріңіздің күнделіктеріңізді жүргізіп жүрген неше түрлі ханымдар бар. Сондықтан Алла Тағала баршасына сәттілік берсін. Енді біз рухани жағынан болғандықтан біздің басты неміз, жаңағы намаз бастай алмай жүрген кісілер болса, намаз бастаса екен дейміз. Құранға түсе алмай жүрген кісілер болса, осы неде Құран бастаса екен дейді. Өткенде бір кісі айтады ғой, бұл кісілердің сезоны келе жатыр дейді да бізді ұстаздардың. Яғни нағыз, яғни мешіттердің жұмыс істейтін кезі, ұстаздардың жұмыс істейтін кезі. Яғни бізде КМД ұстаздарына, яғни ешқандай да Рамазанда отпуск алуға болмайды, бұл айда нағыз жұмыс істейтін жаңағы сезон дей ма, науқан. Өйткені Рамазан жылына бір рет келетін ай ғой. Бір рет келетін ай. Сол Рамазаннан келесі Рамазанға дейін біздің рухани толып
құлшылықтарымызды ықыласпен орындауымыз үшін осы Рамазанды не істеуіміз керек екен? Барынша құлшылыққа толы, ықыласқа толы, жаңа күнінде түнінде бір немен өткізем деген сияқты біздің баршамызда сондай бір уайым болу керек екен. Басында күшті болады, барлығы наны да істеп тастаймын, намазды да оқып тастаймын, Құранды оқып тастаймын, одан кейін жаймен азая бастаймыз. Ал негізінде сол энергияларыңызды 30 күнге дейін жеткізу үшін ең жақсысы соны жоспарлап алған дұрыс болады екен. Енді біздің опыт бойынша айтып жатырмын, жоспарлап алған. Сол сияқты ханымдар енді күндегі үйде тамақ пісіретін болғандықтан, тамақты да, менюларыңызды да соны реттеп алған дұрыс екен. Царесіге нешеді, ауызашарда нешеді, ауызашар бересіз бе осы жылы, қай уақытта бересіз деген сияқты, балалар күндіз не жейді деген сияқты. Соның барын жоспарлап алды. Яғни Рамазан бұл біздің күнімізді сондай бір тиімді өткізетін ай екен. Яғни акция болады ғой, сауаптар еселенеді, жаңағы барлық жүректер мейірімге толады. Өйткені Рамазанның бірінші күні не дейді? Алла Тағала құлдарына мейіріммен қарайды екен. Мейірімін төгіп қарайды екен да. Сондықтан біздің жүректеріміз, яғни Рамазанның бірінші күні, яғни Рамазанға дейін дайындалуымыз керек екен. Тек қана Рамазанда емес, Рамазанға дейін біздің жүректерімізді жұмсатып алуымыз керек екен. Яғни күнәдан кешірілетін не бар? Тәуба намазы бар, истиғфар бар, соларды оқып дейміз ғой. Жаңағы өзімізге өзіміз бір анализ жасап алуымыз керек екен. Білесіздер, Рамазанда зекет береді көбісі. Неге? Бір жылдық несін есептейді да Рамазанда зекеттерін береді. Өйткені бұл айда жаңа сауаптар еселенетін болғандықтан. Сол сияқты біз де бір жыл, яғни өзімізге осы жылдың есебін беретін ай екен. Алла Тағала баршамызға Рамазанда келесі Рамазанға дейін жететіндей азық, рухани азық жинап алуды Алла Тағала нәсіп етсін. Енді Рамазан жақындаған сайын баршасында бір сондай бір толқу пайда болады. Барлық Алматы қаласының мешіттерінде, барлық мешіттерде қазір Құран хатымдары оқылады, кешке жақын тараух намаздары оқылады. Қазір Қазақстанның барлық мешіттерінде тараух намаздар, хатымдар шығарылып жатады. Егер де мүмкіндік бар болса, яғни сіздерде тараухқа қатысуға болады. Егер мүмкіндік болмаса, яғни әйелдің ең ғибадат жасайтын несі ол үйі деп айтады ғой. Яғни сіздің кешке жақын ол да мешітке барып келу қиын, кішкентай баласы бар болатын болса, ата-енесі бар болатын болса, әрине әйелге үйде оқығаны абзал болады. Жалпы тараух намаздарын өткізіп алмаңыздар, Құранмен байланысты өткізіп алмаңыздар. Және де 5 уақыт намазға осы Рамазанда түсіп кетіңіздер. Сол кезде келесі жылға дейін ол сізде қиындық болмайды. Ал түсе алмай қалсақ, ол қиында. Сондықтан барынша осы Рамазанда барлық жағынан не істейміз? Пайдалы өткізуге тырысайық, иншалла. Алла Тағала баршаңызға сәттілік, Рамазанға жетуді нәсіп етсін. Біз Нұр Мүбәрак мешітінен келе жатырмыз. Нұр Мүбәрак мешітінде бүгін солындай бір өте бір керемет бір шара өтті. Жанат ұстаздың ұйымдастыруымен 1000 Құран хатымның батасы шықты. 1000 Құран хатымның батасын жасап, сол жерде сондай бір бүкіл жамағат жиналып, 10 минутта бір хатым шығарып отырды ғой. Сондай бір жаңадан платформа шыққан екен. 10 минутта бір хатым шығарып отырды. Алла Тағала баршамызға сол Құранды оқушылардан, Құранды үйренушілерден, Құранға қызмет етушілерден болуды Алла Тағала нәсіп етсін. Иншалла, Алла Тағала Рамазанда кездесуді баршаңызға нәсіп етсін. Рахмет, Алла разы болсын. Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті ханымдар, аналар, қыз келіншектер. Бүгін міне біз жүректі нұрландырған Рамазан деген үлкен бір сондай Рамазанның алдында жүрегімізді сондай бір халге жеткізіп, Рамазанның барлық нығметін сіңіріп алатындай, сондай бір нұрландыратындай дәрежеде жеткізуге себеп болатын бір кеш жасасақ деген ниет еткен едік. Яғни Рамазанға дайындық ретінде, Сондықтан да бүгін мінекей жаңа видеодан көргендеріңіздей, әр қайсыңыз өзіңіздің жүректеріңізге үңілдіңіздер деп ойлаймын, қазір. Қалай ойлайсыздар? Үңіле алдыңыздар ма? Біздің жүрегіміздің тілі жоқ. Бірақ ол сізге амалдарыңыз арқылы,
сезімдеріңіз арқылы сізге сигнал береді. Яғни ол сіздер ойлайсыздар, жүрегім менің жаңағыдай маған ештеме айтып тұрған жоқ деп, бірақ ол айтады, қыздар. Бірақ біз оны түсініп жатырмыз ба? Құран оққан кезде жүрегіміз дүрсілдеп, көзімізден жас төгіліп жатыр ма? Егер ол жоқ болса, онда жүрегім не істеп жатыр? Ана күнәлардың тоттарынан шыға алмай қиналып жатыр. Намазға тұрған кезде хушухпен Раббымның алдында оны көріп тұрғандай сәждеге барып жүрмін ба? Намазда тұрған кезде сол намазда жүрегім Раббыммен байланған күйде тұра аламын ба? Алланы көріп тұрғандай сәжде қыла аламын ба? Егер оны жасай алмай жатсам, бұл да сіздің жүректің дабылы сізге беріп жатқан. Мен қиналып жатырмын. Мен тұншығып жатырмын, шыққым келіп жатыр, бірақ сен мені көміп тастадың. Көрдіңіз ба? Жүректің тілі бар, тек біз оны оқи алуымыз керек. Құран оққан кезде, аяттардың мағынасына терең үңіліп, әрбір аяттан Раббымның ұлықтығын сезе алып жүрмін ба? Егер сезе алмай тек қана оқып жүрсем, бұл да жүректің дабылы. Егер табиғатқа шығып, далаға шығып, тап-таза ауаны жұтқан кезде, Раббымның маған берген нығметін жүрегіммен сезіп, Раббымды ұлықтай алып жүрмін ба? Тауларға қарап, Раббымның ұлы әл-Халиқ, ұлы сифаттарын жүрегіммен сезініп жүрмін ба? Егер сезіне алмай жүрсем, бұл да жүректің дабылы. Менің таң ертең тұрған кезде, оянған кезде бар уайымым жүрегімдегі. Раббым, сені қалай разы қылсам екен? Раббым, бүгін сен үшін қандай амал жасасам екен деген уайым бола ма? Егер ол болмаса, бұл да жүректің дабылы. Біздің жүрегіміз тірі болса, ол тып-тыныш жатпайды, қыздар. Ол сізді жақсылыққа итермелейді. Ол сізді ізгі амалдарға итермелейді. Ол сізді ораза ұстауға, намаз оқуға, түнде ұйықтамай тахаджудке тұруға итермелейді. Өйткені ол тірі болғаннан кейін ол өзіне Раббысын сұрайды. Сіздің әрбір оққан Құраныңыз сізге ләззат сыйлайды, егер ол тірі болса. Сондықтан да мен осы Раббым маған аманат етіп тапсырған жүректі Раббыма қалай дайындап жатырмын? Құранда Алла тағала бізге барлығымызға не істейді? Хабар айтады. Қандай? Ей құлдарым дейді. Біз қазір осы жерге кездесуге келетін кезде, ана ұстаз спикер болады екен, мына ұстаз спикер болады екен, ресторанда болады екен, бізге хабар келді, біз дайындалып келдік. Уақытында барайын, әдемі киімімді киейін деген сияқты, Сол сияқты Раббымыздан барлығымызға Алла тағала Құранда хабар жіберді. Құлдарым, менің алдыма келесіңдер, маған келгенде мен сендердің сыртқы бейнелеріңе, мал дүниелеріңе, ештеңелеріңе қарамаймын. Кімде-кім қалбун сәлиммен келсе, не? Сау жүрекпен, міне, тірі жүрекпен, Раббысын сезетін, ұлықтайтын, ұлықтаған сайын ләззат алатын, Раббысына деген бүкіл өмірім, Құранда Алла тағала не дейді? Өмірім, өлімім, бүкіл уақытым, бүкіл мал дүнием барлығы Раббым сен үшін дейді. Біздің осы состоянияға келуіміз жүрегіміздің тірі болуының белгісі. Ендеше қазір бізге Алла тағаланың мейірімін қараңыздаршы. Бізді білет. Мысалы бізге бір қазір пенсионерлер пенсияға шыққан кезде жылына бір рет мемлекет санаторияға тегін жолдама беріп жатады, барып денсаулығын жөндеп алсын деп. Раббымыз бізді сондай жақсы көреді. Біздің жүрегімізді солай кірлетіп алатынымызды, дертке шалдырықтырып алатынымызды білет, бізге әр жыл сайын Рамазанды тарту етеді. Міне, дәл қазір бізге сондай ай келе жатыр, Рамазан айы.
Рамазан айы келе жатқанда мұсылман адамның жүрегі қанша кірлесе де, қанша қатып қалса да, бәрібір буырқанып, жүрек талпынады, ораза ұсташ, құлшылық етші деп. Сізге не істейді? Сигнал береді, дабыл қағады. Мені мына кірден құтқаршы, мені Раббыма жақындатшы деп. Бағаннан бері сіздерге роликта да айтып жатыр. Бақыт деген не? Бақыт, бақыт, бақыт деп, е? Бақыт деген мына жүректің сондай бір рахат халде болуы, тыныштық халінде болуы. Ал ол жүрек, қыздар, Алланы еске алған кезде ғана рахаттанады. Біз өзімізді алдауымыз мүмкін, музыка тыңдап, ой, менің жүрегім рахаттанып жатыр деп. Немесе бір кино көріп, немесе тағы бір нәрселермен, е? Бірақ бәрібір біз білеміз жүрегімізде бір мазасыздық тұрғанын. Ал енді қараңыздаршы, неге біз Рамазан айын сағынамыз? Неге сағынамыз? Умраға барып келген адамдар неге умраны сағынып тұрады? Қайтадан барғысы келіп. Себебі дәл сол жақта Рамазанда сіз жүректің бүкіл азығын беріп, сіз жүректі Раббысымен толықтай қауыштырасыз. Міне сіз қалған 11 ай бойы Рамазанды сағынып жүруіңіздің себебі сол. Раббыңызды сағынады жүрегіңіз. Умраға барған кезде бүкіл дүние мына жақта қалады, тек Қабаға барып Алла тағаланы таңнан кешке дейін ұлықтаумен боласыз. Міне сол состояниені сағынады жүрегіңіз. Ол сол жақтағы мекенді емес, мына жүректің Раббымен қауышқан сәтін сағынады. Сағынасыздар ғой, мойындаңыздаршы, Рамазанды, е? Көбі Рамазан келе жатқанда сағынады, бірақ не үшін сағынатынын түсінбейді. Енді бүгінгі менің тақырып енді басталайын деп жатыр ма деп шошып кетсеңіздер. Рамазандағы амалдардың жүрекке әсері. Осы біздің қазір бәріміз сондай бір халде тұрмыз. Рамазанға кірейін деп жатырмыз. Бағана ғана жүректің, өздеріңіздің жүректеріңіз, көз алдарыңызға елестетіңіздер. Қандай состояниеде, қандай жағдайда тұр. Енді біз Рамазанда автоматты түрде деген нәрсе бізде болмау керек. Біз көбінде Рамазанға шартты түрде, автоматты түрде кіріп кетеміз, ораза ұстаймыз, таңертең ойбай бүйтеміз, Құранды автоматты түрде оқимыз, ойбай садақа беріп қояйын, жаңа ораза бітіп кететін болды, садақа беріп тастаймыз. Сосын біз не істейміз? Рамазан біткен кезде жүрегімізде бірдеме жетпей тұрады. Бірдемеге үлгермей қалған сияқты. Яғни қыздар, Рамазандағы амалдың әрбір амалда жүрегімізбен байланыста болмағаннан кейін, біз амалды автоматты түрде жасағаннан кейін, оның менің жүрегіме қаншалықты әсері болып жатқанын сезе алмай қалуым мүмкін. Сондықтан да мен жүрегімді Рамазанның нұрландырғанын қаласам, әрбір амалды жасаған кезде мен жүрегіммен байланыста болуым керек. Енді қараңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, жәннаттың есігін қақ дейді. Айша анамызға айтады. Біз қазір барлығымыз сондай уақытта тұрмыз, жәннаттың есігін қағып тұрмыз. Алла қаласа 3-4 күннен кейін бәріміз жәннаттың есігін қағамыз. Сонда не дейді? Айша анамыз, қалай мен жәннаттың есігін қағамын дейді. Қазір бәріміз сұрауымыз мүмкін. Біз қалай қағамыз жәннаттың есігін? Пайғамбарымыз жауап береді. Не дейді? Ораза ұста. Әр ораза ұстағанның жәннаттың есігін қаққаның дейді. Алла қаласа, әрбір оразамызда жәннаттың есігін қаққандай біз не істейміз? Жәннаттан үмітті боламыз, иншалла. Алла тағала Рамазан айы келген кезде жәннаттың есіктерін айқара ашып қоямын дейді. Және Рамазан біткенше ол жабылмайды дейді. Тозақтың есіктері жабылады дейді. Көрдіңіз ба? Ендеше біз таңертең сәресін ішіп жатсыз ба? Сіз сондай жүрегіңізбен сезімде болуыңыз керек. Мен жәннаттың есігін қағайын деп жатырмын, бүгін ораза ұстайын деп жатырмын. Е? Енді осы Рамазан айындағы оразаның Алланың алдындағы дәрежесін қаншама хадистері бар, аяттары бар. Мен мына хадиспен бергім келіп тұр. Алла тағала хадис құдсида не дейді? Адамзаттың барлық амалы өзі үшін. Қиямет күні есептейміз, сауап. Ой, мен қиямет күні тозақтық болып кетпейін. Амалдарымның бәрін есептейін. Мен үшін оның сауабын не дейді? Ал, ұстаған оразасы мен үшін дейді.
бүкіл амалы өзі үшін дейді, ораза мен үшін дейді Алла тағала. Оразаның ерекшелігін қараңыздар. Сіз ораза құлшылықтардан Алла тағала бөліп алып қойып тұрды. Барлығы сен үшін. Ал оразаны Раб құлым мен үшін ұстайды. Және не дейді? Оның сауабын өзім берем дейді. Сіздерге бір президент айтса, ол кісінің сыйлығын өзім берем, маған қалдырыңдар десе, сіз қандай сыйлық күтесіз? Ерекше сыйлық күтесіз ғой. Сол сияқты Раббымыз Рамазан айындағы ұстаған оразамыздың сыйлығын өзім берем деп тұр. Сіздер сондай ұлы айға келе жатсыздар. Сыйлығын Раббымыз өзі беретін. Ойлаңызшы, бұл жай ғана құлшылық емес. Раббыңыз сізге әр Рамазанның сыйлығын береді. Және дейді, өйткені дейді, не үшін енді? Себебі не? Алла тағала неге Рамазанды ерекшелеп қойды? Алла өзі айтып тұр. Өйткені ол менің разылығым үшін таң атқаннан күн батқанға дейін тағамнан, ішетін сусыннан, жыныстық қатынастан бас тартты. Яғни бұл дүниеде Алла тағала бізге халал қылып берген. Бұл дүниеде біз үнемі істеп жүретін амалдардан Алланың разылығы үшін тыйылды. Біз басқа амалдар жасағанда күнәлардан тыйыламыз, оразада күнә емес, бізге Алла тағаланың халал қылып қойған нәрсесінен тыйыламыз. Алла тағала сол үшін Рамазанның сыйлығын өзім берем деген екен. Енді оразаның бұл жүрекке әсерін қарайтын болсақ, оразада негізі Рамазан айы келген кезде біз әртүрлі амалдар жасаймыз. Ең бірінші біздің Рамазан айында жасайтын амалымыз не? Рамазан айында жасайтын амалымыз не? Ораза, ораза. Енді сол оразаның жүрекке әсері. Ең бірінші Алла тағала бізге оразаны парыз қылған кезде, ол ораза ұстау адамды міндетті түрде жүрегін бір халден екінші халге ауыстыратынын айтып қойды. Негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан тақуалық деген не деген кезде, тақуалық мына жерде деп айтқан. Қай жерде? Жүректе. Яғни тақуалық сол жүректің бағанағы қарайып кеткен нәрселерден тазарып, Раббысымен байланыста, тікелей байланыста Раббысын сондай көріп тұрғандай құлшылық ететін дәрежеде, бүкіл нәрседе тек Раббысын ойлайтын дәрежеге жетуі мына жүректің, абайлап өмір сүруі. Енді сол Алла тағала не дейді? Осы состоянияға жүрегіңді жеткізу үшін не дейді? Осы Рамазан айында ораза ұстау парыз етілді дейді. Енді осы состоянияға қалай жеткізеді ораза? Біз осыны ораза ұстап жүргенде сезінуіміз үшін осы тақырыпты ашайық. Біріншіден, ораза адам баласының ішкі дүниесіне қатысты ғибадат. Мысалы, басқа амалдардың бәрі денемен байланысты. Сіз намаз оққан кезде тұрасыз, отырасыз, дәрет алғанда қолыңызды жуасыз, садақа бергенде қолыңызбен жаңағы нені бересіз, Ал енді оразада сіздің ораза ұстап отқаныңызды ешкім білмейді. Сізбен Раббыңның арасындағы сыр. Сонда ораза жүрекпен жасалатын құлшылық екен ғой. Қараңыздар. Сіздің Раббыңызбен тікелей жүрегіңізбен байланысқа түсуіңіз. Біз мысалы Алла тағала мені үнемі бақылап тұр деген дәрежеге жетуімізге тырысуымыз керек екен. Бұл иманның ең биік дәрежесі, ихсан дәрежесі. Ихсан дәрежесі дегеніміз Алла сені көріп тұрғандай құлшылық ету, немесе Алла сені көріп тұрғанын сезу. Міне осы бізді ихсан халіне жетуге көмектесетін осы ораза екен. Яғни сіз қарныңыз ашып тұр, шөлдеп тұрсыз, алдыңызда неше түрлі тамақтар тұр, бірақ сіздің бейсаналы санаңызда Раббың мені көріп тұр деген сезім бар. Көрдіңіз ба? Егер сіз әрбір нәрседен тыйылған сайын Раббым мені көріп тұр деген сөзді прям сөзбен қайталаңызшы, осы хал сізде Рамазаннан кейін де сақталады. Басқа бір күнәні жасайтын кезде де сіз қалай қиналып тұрсаңыздар, шөлдеп тұрсаңыздар да шөлге, суға қолыңызды созбадыңыз, тура солай күнәға да созбайсыз. Себебі сіз ихсан халін жүрегіңізбен сезіндіңіз ораза ұстаған кезде. Сіз шыдадыңыз, Раббым мені көріп тұр ғой деген сезіммен. Көрдіңіз ба? Сонда сіз егер осы халді
жақсылап Рамазан кезінде сезінетін болсаңыз, үнемі әрбір сәтте ораза ұстап, әрбір қадамыңызда Раббым мені көріп тұр. Ғайбат сөйлейін деп жатқанда, ой, Рамазан ғой, Раббым мені көріп тұр деп қайтсаңыз. Біреуге ашуланайын деп жатқанда, бұл Рамазан ғой, Раббым мені көріп тұр. Яғни осы халді біз жүрегімізге не істеуіміз керек? Программировать етуіміз керек, қазір орысша айтқан кезде. Осы халді ұстап қалуымыз керек Рамазаннан. Міне сіздің жүрегіңіздің тақуалық халіне бір халден екінші халге ауысуы. Көрдіңіз ба? Осы ихсан халін Раббым мені бүкіл жерде көріп тұр. Мен дастархан басында отырсам да көріп тұр. Жалғыз өзім бір бөлмеде тұрсам да көріп тұр деген осы жаңағы біздің халіміз, жүректің халі, ихсан халін сақтап қалуымыз. Міне жүрекке ең бірінші әсері. Одан кейін екінші нәрсе бұл Рамазан, осы ораза, біздің ораза ұстауымыз именно бізге дұшпанымызды жеңуге көмектеседі екен. Дұшпанымызды қараңыздар, ол дұшпан кім? Не немесе? Ең бірінші біздің дұшпанымыз шайтан. Шайтан. Сонда, келесі қойыңыз. Осыған байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады. Қанның тамырларда айналып жүргеніндей, шайтан да адамның денесінде айналып жүреді. Аштық пен ораза ұстаумен оның жолдарын қысыңдар дейді. Сіз ойлаңыз, жаңағы халде жүрсіз ғой, сіз сол сәтте ана шайтанның қан тамырларыңыздағы бүкіл шайтанды қысып, бойыңыздағы біздің шайтанның үлесінде не істейді екенбіз? Ораза ұстау арқылы кетіреді екенбіз. Біз ойлаймыз, шайтандар кісенделді, үлкен шайтандар кісенделді, бірақ біздің қан тамырларында жүретін шайтандар ораза ұстаған кезде қысылып шығады екен. Көрдіңіз ба? Сіздің халіңіз өзгере ма? Өзгереді. Яғни жүректі әсерін бере ма ол нәрсе? Қалай ойлайсыздар? Сіздің қан тамырларыңыздағы жаңағы шайтанның жолдары қысылған кезде, сіздің Рамазанда байқасаңыздар, басқа кездегідей емес, көбірек құлшылық етіп, көбірек жақсылық жасауға ынталанып тұрасыздар, Көрдіңіз ба? Ендеше сіз ораза халінде жүрген кезде біліңіз, әрбір ораза халі сіздің қан тамырларыңыздағы дұшпандарыңыздан сізді босатып жатыр. Екінші, үшінші, қыздар, мына жер ысып кетті, кондер ма, бірдеме, терезе ашады ғой деме? Елестерге ондай болып тұрған жоқ. Үшінші, ораза сабыр, шыдам, төзімге үйретеді. Бұл біздің нәпсіміздің тәрбиесі. Қараңыздар. Біз нәпсімізді жеңу үшін бізге үш нәрсе керек, қыздар. Сабыр, төзім, шыдам. Не істейміз біз? Нәпсіге еріп кетеміз. Ана нәрсені, жаңағы харам нәрсені көргенде, оған қолымызды созғымыз келіп тұрады. Бірақ бізде егер төзім, сабыр болатын болса, біз сол күнәға төтеп бере алады екенбіз. Немесе бір харам нәрсені естігіміз келіп баратыр. Бірақ сізде жаңағы стоп дейді ғой, шыдам болса, сіз кері қайтасыз. Ал енді сіз ораза ұстап жүргенде сол қасиеттеріңізді дарытасыз. Нәпсіңізді соған қарай тәрбиелейсіз. Көрдіңіз ба? Сіз тамақтан халал нәрседен өткен тыйылып айтсыз ғой. Сіз төзіміңіз одан сайын арта береді. Және сіз егер осы нәрсені түсінген болсаңыз, әрбір оразада қиналған сайын сіз бір жеңісті сезінесіз жүрегіңіздегі. Әрбір сәтте қиналып, бірақ сіз сол сәтте жеңіп шыққаныңыз, сіздің дәл сол сәттегі нәпсіңізді жеңіп шығуыңыз. Бұдан кейін, Рамазаннан кейін сізге әртүрлі сынақтар келуі мүмкін. Сол сынақтарға келген кезде, сіз осы төзім, шыдам, сабырды егер бойыңызда дарытқан болсаңыз, ол нәрселерді жеңу сізге қиын болмайды. Себебі нәпсі ол тәрбиеленеді. Сіздер білесіздер, нәпсінің үш түрі бар, Құранда айтылған. Нәфсул әмәра, нәфсул лауама, нәфсул мутмаинна. Яғни біз қазір барлығымыз нәпсімен күресуші. Лауама, яғни нәпсімізбен күресушіміз әрқайсымыз. Біздің мақсатымыз нәфсул мутмаиннаға, сондай нәпсіміздің қасында жеңіске жету. Біз нәпсіміздің қасында жеңіске жеткен кезде, ол бізге күнәға шақырмайтын дәрежеге жетеді екен. Соншалықты Алла Тағала Құранда нәфсул мутмаинна иелерін жәннатпен сүйіншілеген. Ендеше бұл хал маңызды ма біз үшін?
маңызды. Бізді осылай жүрегімізді тақуалыққа жеткізеді екен ораза. Және төртінші, жүректі жұмсартады. Жүрек бізді жаңа айтып кеттік, қатайып. Яғни біз көбінде неге садақа жасауға қатты қызыға бермейміз? Себебі біздің жүрегіміз қатайып кетеді екен. Яғни ол адамның халін өзіміз сезінбегеннен кейін, жүрегіміз қатайып кеткеннен кейін, біз не істейміз? Дүниені жақсы көріп тұрамыз да. Ал енді аштық халіндегі адам, аштық халде жүрген кезде, ол басқаның жағдайын терең түсініп тұрады. Сіз ана адам үйінде тамағы жоқ адам қалай қиналатынын жүрекпен сезінген кезде, жүрегіңіз не істейді? Мейірімге толады. Сіз біреуді тамақтандыруға құмартасыз. Құранда Алла тағала айтады ғой, міскінді тамақтандырғандар деп, Алла тағала мүмінді сипаттаған кезде. Сонда осы жерде біздің жүрегіміз жақсылық жасауға, садақа беруге, басқаларға көмектесуге не істейді екен? Сол халге өзгереді екен, ораза ұстау арқылы. Егер сіз оны түсінетін болсаңыз, және де бесінші, енді ораза ұстаймыз Рамазанда. Рамазанда оразадан да басқа амалдар жасаймыз, Қандай амалдар жасаймыз? Келесін қоя беріңіз. Рамазанда қазір біз жасалатын амалдардың жүрекке әсерін, яғни біз тақуалыққа қалай жүректі нұрландырады, соны айтып жатырмыз, Енді Рамазан айында біздің жүрегімізде мынандай халдер пайда болады екен. Өз-өзіне есеп беру. Біз Рамазан айында қатты есептеп кетеміз, байқайсыздар ма? Рамазан бітейін деп жатыр. Рамазан өйткені белгілі бір уақыт қана берілген. Шектеулі уақыт, Шектеулі уақыт берілгеннен кейін адам не істейді? Бітіп қалады қазір. Бітіп қалады деген состояниеде жүреді. Сондықтан да әрбір уақытын үнемдеуге тырысады. Көрдіңіз бе? Міне Рамазан бізді әрбір күнімізді, уақытымызды есепке алып жүруге үйретеді екен. Және егер біз осы жүрегіміздегі осы халді басқа айларда да сақтап қалатын болсақ, онда біз әрбір уақытымызды есептеп. Біз ойлаймыз, Рамазан бір ай бітіп қалады деп, барынша көп сауап беріп, Рамазанда істеп қалайын, Рамазанда ауыз аштырып қалайын дейміз. Бірақ біз Рамазаннан кейін 10 жыл, 20 жыл өмір сүретінімізге ешкім гарантия бермейді ғой. Сіз Рамазан біткеннен кейін да негізінде сізге берілген уақыт шектеулі. Сіз білмейсіз, мүмкін 10 күннен кейін қайтыс болып кететін шығарсыз. Мүмкін бір айдан кейін қайтыс болып кететін шығарсыз. Сізге сол Рамазандағы мынау бітіп кетеді уақыт деген жүректегі тақуалық халі одан кейін де сақталып қалу керек. Көрдіңіз ба? Яғни бізге берілген бұл дүниедегі уақыт шынымен де шектеулі. Рамазан бізге соны не істейді? Кәдімгідей сездіреді екен. Есепке алу арқылы. Және екінші, не үшін өмір сүріп жүргенімізді ойланамыз. Яғни адам Рамазанда қандай жақсылықтар істесем екен деп көп ойланады. Біреулер жетімдерге көмектесіп атады, біреулер кедей-кепшіктерге тамақ таратып атады, біреу тағы бір жақсылық істейді. Міне осы кезде біз өзіміздің не үшін жаратылғанымызды ойланады екенбіз шынайы түрде. Яғни біз бұл дүниеге бекерден бекер келмеген екенбіз. Рамазан айында біз жақсылық жасап, басқа айларда жақсылық жасамау үшін біз бұл дүниеге келген жоқпыз. Біздің өміріміз сол Рамазанда сіз қалай жақсылық жасап жүрдіңіз, сіз өміріңіз соған негізделу керек негізінде. Сонда сізге Рамазан бұл дүниеге не үшін келдім деген сұраққа не істейді? Қайтадан бізді қайтарады. Біз сол состояние, яғни мен уақытым бітеді, тезірек жақсылық жасап қалуым керек деген нені өмірлік миссиямызды есімізге түсіреді екен. Және үшінші, уақыттың қадірін білу. Рамазанда әрбір уақытта жасалған амалдар 500 есеге дейін еселенеді дедік, Ендеше біз әрбір уақытты бос өткізіп алмауға тырысамыз. Елдер бір Рамазанның ішінде хатым етіп алайын деп бүкіл уақытын есептеп жүреді. Бір айда Құранды бітіруім үшін бір параны оқуым керек, 1,5 пара оқуым керек, мынанша оқуым керек. Әрбір уақытын, секундын, минутын бәрін есептеп жүреді. Көрдіңіз бе? Бұл біздің жүректің сондай халге үйретуіміз керек екен Рамазанда.
Рамазаннан кейін де мен Рамазан біте салысымен телефонымды шығып, аяғымды созып жату керек деген сөз емес. Уақытты бағалауды Рамазан бізге үйретіп жатыр. Жүректі сол халге, уақытым босқа кет қалмаса екен деген хал. Көрдіңіз ба? Рамазаннан кейін де сіз жүректе сол халді сақтап қалуыңыз керек. Одан кейін және де қыздар бір қызық нәрсе, Рамазанның ішінде, оразаның ішінде ораза ұстап жүрген адамның түсте бір 15 минут, 20 минут ұйықтап мызғып алуы, ол да құлшылық болып есептеледі екен. Егер түнгі тахаджудыме сергек тұрайыншы, оразамды күштілеп ұстайыншы деп. Бірақ бұл деген сөз таңнан кешке дейін ұйықтап жату деген сөз емес. Түсінікті ғой, иә? Бұны білесіздер, хайлул деген, яғни түстен кейін болатын пайғамбарымыз жасаған ұйқы. Енді бұлдың өзі сол кезде құлшылық болып есептеледі екен. Енді Рамазан мейірімді арттырады. Рамазан айында біз садақаларды көп жасауымыз керек, иә? Садақалар жасаған сайын біздің жүрегімізде мейірім артады. Психологияда мынандай нәрсе бар. Енді мен білесіздер, екінші мамандығым психолог болғаннан кейін. Психологияда мынандай нәрсе бар. Адамға көп жаман ойлар келе береді ғой, мысалы, жаман ойға түсіп кете береді, уайымға түсіп кете береді, иә? Осы халден шығу үшін психологтар мынандай техника ұсынады. Басқа адамдарға жақсылық жасау деген. Адам басқа адамдарға жақсылық жасаса, оның мына жүрегіндегі жаңағы жамандыққа деген бейімділік азаяды екен. Сонда адамда мейірімділік көбейіп, оның ішкі халінің өзі дұрысталады екен. Енді сіз Рамазан айы келген кезде сауаптар еселенетін болғасын, садақаны басқа кезден қарағанда 2 есе, 3 есе жасайсыз, зекет беруге тырысасыз, көрдіңіз ба? Сіз бұл состояниеде басқа кезде болған жоқсыз. Жүректің керемет несі болады? Осы кезде мейірімге толуы болады. Сіз садақаңызды көбейткен сайын, сіз соның дәмін татып көресіз жүрекпен. Яғни сіз нені түсінесіз? Жүрегіңіз басқаларға берген кезде бұл керемет нәрсе екенін түсінесіз. Және адамның психологтар самооценкасы бар емес па? Сол самооценкасының артуының өзіне басқаларға жақсылық жасау себеп болады екен. Қараңыздар, иә? Және де осы Рамазан айында ең керемет мынау жүректі қазір қараңыздар, бәріміз жүректің көз алдарыңызда, бағана жүректің видеосын әдейі жібердік та. Жүректеріңіз елестеп жатыр ғой примерно, иә? Ораза ұстадыңыз, жаңағыдай бүкіл қан тамырлары қысылды, бәрі етті. Енді сол жүректің әшекейі. Жүрегіңізді тазаладыңыз, истихфар айттыңыз, дұғалар айттыңыз, тәубе жасадыңыз, күнәларыңыз үшін кешірім сұрадыңыз, ораза ұстадыңыз. Жүрегіңіз не істеп жатыр? Кірлерден тазаланып жатыр. Енді сол жүректі әшекейлеп нұрға құю үшін бізге Құран керек. Сіз не істейсіз? Күнде Құран оқисыз. Ана жүрегіңізге Құран нұр болып құйылады. Көрдіңіз ба? Енді Құран оқудың өзін көбіміз былай істейміз. Тез хатым бітіруім керек, зырылдатып, Рамазан біткенше арабша Құранды оқып бітіріп, деп ойлаймыз да, тек қана сол ғана деп. Я, арабша Құранды отырып оқу керек. Бірақ сонымен қатар жүректің, егер менің жүрегімді нұрландырсын десек, жүрегімді тірілтсін десек, жүрегімді сондай Раббымды естіген кезде, Раббымды еске алуға құштар болатын жағдайға жеткізсін десек, онда біз, келесі слайдты қойыңыз, ол аяттың мағынасына үңіліп, әрбір аятта тадабур жасауымыз керек. Жоқ, жоқ екен. Яғни сіз Құранды оқыдыңыз, 5 бет Құран оқыдыңыз, бір бетін хотя бы оқып, қазақша мағынасын, әрбір аятқа терең үңілуіңіз керек. Сол кезде ол шынымен де сіздің жүрегіңізді тірілтеді. Сондықтан да енді қараңыздар, Құранмен дос болу. Мына біз бір адаммен, қазір сіздерді бір рет көрдік, сөйлестік, бірақ егер екінші рет көрсек, немесе сіздер біздің мешітте жамағат болсаңыз, үшінші рет көрсек, біз не істейміз? Бауыр болып қаламыз. Бір-бірімізді көрмесек сағынып тұратын дәрежеге жетеміз. Жақсылап аралассақ, бір-бірімізді сағынып, ойбай қашан келеді екен деп сағынып тұратын дәрежеге жетеміз. Енді қараңыздар, біз басқа кезде Құранды бір-ақ рет, 2-ақ рет ашатын болсақ, біз Құранды күнде ашу арқылы
біз жүрегімізбен Құранмен дос болады екенбіз. Рамазан біткен кезде жүрегіміз Құранды өзі іздеп тұратын дәрежеге жетеді екенбіз. Сонда бұл Рамазан бізге Құранды естиді екен, Құранмен бізді достастырады екен. Және соңғысы бұл тарауих намазы. Тарауих намазы, қараңыздар, мына бағана айттық қой, намазды, намаз оқимыз, бірақ намазда ләззатын сезінбейміз. Енді 20 ракағат намаз оққан кезде бүкіл осы кешке қарай жүрегіңізді Құран оқыдыңыз, ораза ұстадыңыз, жүрегіңіз сондай күшті халде, енді соның дәмін татқызатын ол тарауих намазы. Егер сіз тарауих намазын оқымасаңыз, кешке қарай сол бүкіл иманның ләззатын, көзіңізден жас боғап, жүрегіңіз дүрсілдеп, сол иманның ләззатын таттыратын ол тарауих. Қараңыздар, Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Түнде оқылған намаз жүректерді жұмсартады, күнәні азайтады, Аллаға жақындатады деген. Білемін ғой? Сондықтан да бүгінгі осы иншаллах тақырыбымыз осымен тәмам. Алхамдулилля, барлық мақтаулар Алла тағалаға болсын. Біздерді мұсылмандардан қылған, білмеген нәрселерімізді үйреткен, қараңғылықтардан жарыққа шығарған. Қасиетті Құраны арқылы соны ардақты пайғамбарымыздың жүрегіне түсіріп, ісімен де, сөзімен де, өмірмен де таныта білген Алла тағалаға сансыз мақтаулар болсын. Сондай-ақ осы тура жолдың өнегесі болып жіберілген адамзаттың хайырлысы, күллі пайғамбарлардың мөрі, ардақты пайғамбарымызға Алла тағаланың салауаттары, сәлемі, рахымы, берекелер болсын. Алла осы жиынымызды баршамызға, иманымызға, амалымызға, өмірімізге пайдалы, берекелі жиын қылсын. Алла тағаланың сөзі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өсиеттерін естуіміз арқылы күнәларымыз төгілсін. Алла өзінің рахымына бөлеген жиын болсын. Жалпы біз енді келесі аптада Құдай қаласа Алла тағаланың 12 айының ішіндегі өте бір маңызды айы, соншалықты маңызды болған исламның 5 негізінің бірі қылды сол айдың оразасын. Міне осындай бір керемет берекелі ай кіргелі тұр. Ол енді шын мәнінде өте үлкен ай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, «Әш-шахран иля янқусани». Жалпы 2 ай, 12 айдың ішіндегі бұлардың әкелетін сауабы, Алла тағаладан әкелетін жақсылығы, дәрежелері, ақыретке сыйлайтын сауабы еш кемімейтін 2 ай бар дейді. Ол осы Рамазан айы және де Зулхиджа айы. Екеуінде де айт бар. Осы 2 ай біздерге үлкен жақсылықтармен келе жатыр. Сондықтан Рамазан айына қатысты бізден қазір дайындық керек. Біз қаншалықты дайынбыз? Дайындық деген кезде мен бір сөзге жинағым келіп тұр. Махаббат. Өйткені жақсы көру, сүю деген сөздер өте бір маңызды иманның жемісі. Алла тағала кімге шынайы иман берген болса, өздеріңізге белгілі Алланы және елшісін күллі нәрселерден артық сүю деген хадистер біздерге баяндалған. Тіпті дүние малыңнан да, отбасыңнан да, күллі адамдардан да, және өз нәпсіңнен де, өз жаныңнан да артық сүю.
күллі салиқалы ықыласты амал осы махаббаттан ғана туады. Махаббат болған жерде міндетті түрде ықыласты амал пайда болады. Махаббат болмаған жерде сондай бір ықыласты амал пайда болады деп айта алмаймыз. Тек Алла Тағала оны қабыл етсін деген үмітіміз бар. Сондықтан Рамазан айы бізге келе жатыр. Біз мұқтажбыз оның өзімен бірге әкеле жатқан күллі жақсылықтарына. Ол келеді, сосын кетеді. Сондықтан ең бірінші орында Алла Тағаланың аятынан бастаймыз. Өзі осы оразаны парыз еткен аяттарының ішінде Аузу биллахи минаш шайтанир раджим Әл-Бақара сүресінде өздеріңізге белгілі. Я айюхаллазина аману. Ва иман келтіргендер. Иман келтіргендер деген сөзді де өте ерекше назар аударайық. Өйткені Алла ол ұлы. Алланың адамзатқа айтары бар. Өсиеттері бар. Осы жерде сіз мына нәрсені ойлаңыз. Мысалы әлеуметтік желіде осы дүниенің әртүрлі саласын үйрететін коучерлер бар, тренерлер бар. Солар өзіндегі нәрсемен сіздермен бөліседі. Біз енді оның бәрін былай қоя тұрайық қазір. Өйткені мәселе ұлы Аллада болып тұр. Ол қандай Алла? Ол тірі Алла. Неге өзінің тірі екендігін баяндайды? Әл-Хай, Әл-Қайюм деп аятыл күрси. Неге деген кезде сен сенесің дейді бізге. Бірақ сен мені сезбейсің дейді. Иман деген ол сену және сезіну. Егер сен мені сезінсең дейді, жаңағы махаббат деген мағынада. Сені анау-мынау адамдардың сөздері ала алмас еді дейді бұл жердің бетінде. Сен соншалықты көзіңе көрінген нәрселерге, көзіңе көрінетін нәрселерден әсер алуға үйреніп қалғансың. Ер адам бол, әйел адам бол. Әйел заты да арнайы бір сезімнің иесі ретінде жаралған. Сондықтан Алла Тағала бізде бір үлкен тақырыпты қозғап жатыр. Егер мен қазір бір өсиет айтсам дейді жердің бетіне, мен бір ақыл айтсам, мен бір кеңес айтсам, оны шын мәніндегі иман иесі ғана қажет етеді. Одан басқалар мән бермейтін адамдар. Одан басқалары теріс айналып өтеді дейді. Сондықтан жалғыз сен мені сезетін, тыңдай алатын. Сондықтан әрбір бұйрығының тыйымының алдында уа иман келтіргендер деп айтады. Ей иман келтіргендер. Шынымен де Алланың жалғыз екендігіне, ақыретте Алламен жолығатындығына осы нәрсемен шектеле тұрайық. Иман негіздерінен. Ей менімен жолығатындығына шын сенгендер. Осы сенім жүрегін билегендер. Мен сендерге мына бұйрығымды айтқалы тұрмын дейді. Сол кезде біз жаңағы ықылас, махаббат деген нәрсемен қазір күтіп алу керек біз Алланың бұйрығын. Раббым, мен сені ұятқа қалдырмайым. Раббым, мен сені солай ұлықтайым, көресің бұл бұйрықты қалай орындайтынымды. Мен сен үшін өмір сүрем, Раббым. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху Әл-Анғам сүресінде инна солати ва нусуки ва махияя ва мамати лиллахи раббил аламин ла шарика лаху ва бизалика умирту. Қарасаңыз, шынымен де менің намазым, менің Аллаға жақындағалы ниетпен істегелі тұрған әрбір құрбандығым, әрбір рәсімдерім, жалпы менің күллі өмірім және менің өлімім әлемдердің Раббысына арналады. Және осы арналған кезде менің жүрегімде дейді, ла шарика лах, оның серігі жоқ дейді, жарысатын бұл нәрселерде. Менің өмірім оған тігілген. Ол сені жасаған күллі қабілеттеріңмен, дарындарыңмен бірге. Сен оныкісің. Бірінші орында сіз махаббатты оған арнау керексіз.
сол кезде басқа нәрселерді де дұрыс сүюді үйренесіз. Ата-анаңыздан бастап балаңызға дейін, жұмысыңызға, отаныңызға дейін. Сондықтан Алла тағала жеңгісі келіп тұр. Мәжбүрлемей. Мысалы қараңыз, Ибрахимді қалай жеңді. Ибрахим алейхиссалам жасөспірім кезі. Вайыз қойла лаху руббуху аслим. Сол бір кез, уа пайғамбар, мен саған бір оқиғаны айтайын. Ибрахимге оның Раббысы маған беріл деді. Әслим, мұсылман деген сөздің астары, сол туралы сөйлесіп жатыр. Беріл, көн, жеңіл, бойсын. Өйткені ол кемшілік сипаттардан пәк, мінсіз Алла. Оның сөзінде, өсиетінде, бұйрығында, тыйымында ешқандай қателік жоқ. Адамзаттың бақыты ғана бар. Адамзаттың таза бақыты ғана бар. Осы нәрсеге сену керексіз. Сізге тек қана бақыт әкелетін нәрсені бұйырады, бақыт әкелетін нәрсені тыяды. Басқа сізді қиындату, шаршату деген мүлде жоқ ондай нәрсе. Сондықтан иман келтіргендер деген кезде кәдімгі жүрегіңді беріп тыңда. Кәдімгі жүрегіңді бер. Сол кезде мен оның бұйрығын басқаша қабылдаймын, бұрынғыдай емес. Бұрын мен жалпы Рамазан оразасын әйтеуір парыз ұстау керекпіз. Бір ай ораза ұстаймыз, парыз деген нәрсе. Мына ерлі зайыптылардың арасында міндеттер бар дейік. Мысалы, ерлі зайыптылар, ер адамның өзінің міндеттері бар. Әйеліне қатысты. Әйелінің міндеттері бар, күйеуінің алдында дегендей. Бұл міндеттер деген сөз сіздің өміріңізде міндет деген атауынан жою керек. Егер ол жерде екеуі шын мәнінде бір-бір үшін өмір сүрсе, ешқандай нәрсесіз, мына зат, ешқандай зат емес бізді қосып тұрған. Просто өзің бір-біріңе керексің, жеткіліктісің. Без ничего. Әдейі айтып отырмын. Осындай махаббат бар ма? Қазір бір жартаралға апарып тастай салса екеуіңізді. Жетесіңдер бір-біріңе. Мен сондай жағдайда жаңа құрмет деген шариғаттың міндет деген сөзі құрмет деген сөзге ауысады. Құрмет деген сөзге ауыспайынша отбасында бақыт бола бермейді. Бұл құрмет, мысалы күйеуіне әйелін асырау, құрметті іс. Әйелінің де күйеуіне тыныштық сыйлап бойсын. Құрметті іс. Артында мен еш нәрсе сұрамаймын, Алланың дидарынан басқа. Ешқандай мына дүниенің бір тозаң салмағандай бір сұрап тұрған нәрсе менің жүрегімде болмау керек. Зачем ол нәрсе сізге керек? Өзіңді әлсірету үшін, өзіңді Аллаға жақындататын істерден тормозить ету үшін керек па сізге? Не керек ондай өмір? Сондықтан Рамазан, осы Рамазанда біз сондай жағдайларды жаңарту керекпіз. Иман келтіргендер, сендерге кутибе алейкумус сияму, сендерге ораза парыз етіп жазылды. Ораза. Оразада не істейміз біз? Тыйыламыз. Қандай нәрседен тыйыламыз? Адал нәрселерден. Рамазан сондай бір ай. Рамазанға дейінгі харам нәрселер айтылып келген еді. Мына нәрсені істеме, мынау болмайды, мынандай нәрсеге қарама. Ғайбат сөйлеме, тағы басқа. Біз ол шариғаттың үкімдері баршамызға белгілі. Енді Рамазанда келген кезде Алла тағала адал нәрселерден тыяды. Қандай адал нәрселерден тыяды? Менің жаным жақсы көретін сусын. Мысалы, қазір бүгінгі күні мен қазір қай уақытта сусын ішкім келсе күндіз іше аламын. Маған ұнайды ол. Қандай тағам жей алғым келсе бүгін жей аламын. Ол да маған ұнайды. Рақат әкеледі дегендей нәрселер.
сондай ақ адал жарыңыз. Міне осы үш нәрсені сен сүйесің дейді. Ол махаббатты мен бергем дейді саған. Адал тағамға, адал сусынға, адал жарыңызға. Бірақ енді осы айда, күндіз сен мені қаттырақ сүйуіңді қалап тұрмын дейді. Ол не деген нәрсе? Осы үшеуінен тыйыласың дейді мен үшін. Осы айда көрсетші, сен мені күллі нәрседен артық сүйетініңді. Даже күндізіңнен. Ойлаңызшы, мен сенен күндізіңді сұрап тұрмын дейді, толық. Ойлаңыз, таң атқаннан кеш батқанға дейін күндізің менікі. Солай нәтижеленеді. Таң атқаннан кешке дейін сен толық менікісің. Маған деген махаббатпен шұғылданасың. Ойлашы. Мен ойлайсың. 11 ай мен допускать еттім саған. Сен өзің үшін өмір сүрдің. Но бұл айда сен мен үшін өмір сүруіңді қалап тұрмын. Ұсыныс әдемі қойылып жатыр. Жаңағы сусын, тағам деген нәрсеген әсерлі болу үшін мен айтайын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мынандай дұға жасайтын. Меккелік кезең өте жағдай қиын. Дін дұшпандары пайғамбарымызға ауыр сөздер айтады. Көптеген жаңа қиындықтар туғызады. Сол кезде сол 13 жыл сол қиындықтың бәрін не арқылы жеңіп шықты дейсіз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ар жағында. Алланы күллі нәрседен сүю, артық сүю. Мысалы дұғасына қараңыз. Аллахумма инни ас'алука хуббака ва хубба ман юхиббук ва хубба амалин юқаррибуни иля хуббик. Алла Тағала, мен сенен сені сүюді сұраймын. Сен сүйген адамды сүюді сұраймын. Алла сүйген адамдардан ең үлкені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Бұлайда мен Алланы сүюмен айналсам, Алланы сүюмен айналсам, ол тірі. Парыз деген жаңа тақырып ескірді. Орындап құтылу. Ораза қабыл болды ма, оразаның мынандай нәрсе бұзып кетпей ма, оразаның мынандай нәрседе бұзылмай ма деген нәрселер емес қазір. Жаңаша өзіңізге өмір ашу. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, Раббым, мен сені сүюді сұраймын. Сен сүйетін адамды сүюді сұраймын. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды сүю осы айда. Сосын сен сүйетін, саған жақындататын амалды сүюді сұраймын. Қараңыз. Яғни қандай амалдармен айналсамыз, қандай амал бар пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям істеген, соның бәрін теру керекпін осы айда мен. Маған осы айда өте активно болу керек, белсенді болу керек. Неге? Оны белсенді қылатын тек махаббат. Махаббат болған жерде жанат адам. Махаббат болмаса сөнеміз. Сондықтан жану керек бұл айда. Алла үшін жарқылдау керек. Бір қандай амал бар, түгелін тиіру керек. Біреу қалмау керек оны сіз істемеген. 30 күн уақыт мысалы. Оның түндері, оның күндіздері. Бүкіл отбасы осы махаббатпен шұғылдану керек. Сонда дұғасының соңында айтады. Сондай ақ саған деген махаббатымда шөлдеген кездегі салқын судан да сүйіктірек қылшы дейді. Оразада ертең шөлдейміз. Бірақ Алла үшін шөлдеп атқаныңды түсіну керек. Бір-бірімен сөйлескенде шөлдедің ба, биыл ораза кішкене не болды, мен шөлдедім, бағана көп жұмыс істегеннен. Бұл бос сөздер, бұндай сөздермен емес. Просто Алла үшін шөлдеуден ләззат ал. Бұл күн қазір өтіп кетеді болды. Бірақ ол сондай сезіммен өтті. Алла көрді. Сіз тіпті Алла үшін шөлдеу деген нәрседен ләззат аласыз. Неге? Өйткені ол ұлы. Маған жақындау керек оған. Тағамнан да сол. Сосын ораза идеальный болу үшін мына тұрғыдан. Ауыз ашатын кезімізде сіздерге де көп нәрсе байланысты, өйткені дастархан жасайтын сіздер. Топырлатып дастархан жасап, шаршап, күні бойы күндіздің бәрі дастарханға кетуге болмайды, жаңа жасауға деген ол. Қай уақытта онда Алла сүйікті амалдармен шұғылданасыз.
ауызашарлар дегеннің форматын кішкене өзгерту керек. Соқтан дастархандағы тамағыңыз жейтін кезде, күйеуіңіз, балаларыңыз, тағы біреулер отырған кезде, қазір кешке жақын адам кешкі тамағын жейтін кезде қанша үлес тамақ жейді? Мысалы, сол кешкі үлесін ғана жеу керек. Біз не істейміз? Кешкі үлесімізді жейміз, сосын бағанаға күндіз жей алмағандарды да, онда ол ораза емес. Сондықтан мен тек осы үлесімді ғана алу керекпін. Алла біледі не істеп жатқанын. Өйткені одан кейін де менің жұмыстарым бар. Неге? Өйткені күндізді біз Аллаға бергеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху бар. Бағана біз айттық қой, сені сүйген адамды сүйгіз деп. Күндіз оразаны толық ұстап болып, альхамдулилля деп отқан кезіңізде пайғамбарымыз саллаллаху келіп былай дейді: енді күндізді бердік Аллаға. Өзі бір ағай, түнінде берейікті дейді. Сондықтан сіз белсенді болу керексіз. Қазір тамаққа тойбасақ, сол тамақпен аяқталады бүгінгі күнде, түнде. Сондықтан белсенділік. Бұл не үшін айтып жатыр? Мысалы, Шарқ сүресі бар, сенің көкірегіңді ашпадық па деген сүренің соңында Алла айтады: фаиза фарағата фансаб. Қашан бір істен босасаң, екінші іске тік тұр, немесе болдыр дейді. Бір істен сіз шаршап босайсыз. Сол шаршап босағаныңызды біліп тұрған Алла Тағала келесі іске тік тұр, болдыр дейді. Сөйтіп бізге андай психологияны үйретіп жатыр. Егер қаласаң, сен шаршамайтын адам боласың. Сен шаршау деген нәрсе сенен ләззат әкелетін нәрсе болмаса, шаршау деген саған басқа адамдарға, жалқауларға әсер еткендей әсер бермейтін болады. Өйткені Алла шаршамайды, Алла қалғамайды. Оны сүйген адамға Алладан сол қасиеттерінен беріледі. Алла бай, мұқтажсыз. 23 жылдың ішінде әлемді өзгерткен пайғамбарымыз саллаллаху өзіңіз ойлаңыз, ол қай жақтан алды қуатты? Немесе Хажар анамыз сәбиімен бірге ертең қағба салынатын орынға әкеп тасталынған кезде қайдан алды ол қуатты? Немесе ана бала қуатты қайдан алды? Әкесі әрдайым үйінде емес. Қалай өсірді Хажар оны? Ойлаңызшы. Сенің әкең деген деп отырады. Ана бала бәленбай уақыт көрмеген әкесін. Көрген кезде көргендей қабылдайды. Әйел заты деген соқтан ол ерекше шаршамайтын бір жаратылыс ретінде жаралған. Сіз ұйықтайтын болсаңыз, үйдің бәрі ішінде бәрі ұйықтайды. Сіз жағатын болсаңыз, жанып тұра береді түгел нәрсе. Сол үшін сол мағынада Рамазан айының күндізін біз Аллаға бергеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям түнінен де берейік дейді. Енді мотивация беріңізші дейміз ғой Аллахтың елшісіне. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: сенің осы күнге дейінгі күнәларың бар ғой дейді. Мысалы, қазір біреуміз 50-де, біреуміз 60-та, біреуміз 70-те, дұрыс па? Енді ойлаңыз, 70 жылдық күнәң дейсің алшы дейді, құр. 70 жылдағы істеген күллі күнә қателіктеріңді мына аспанның бір жеріне толтыр. Бәлкім аспанды толық толтыратын шығар. Елестеттік. Және пайғамбарымыз саллаллаху айтады: мән сома Рамадана иманан ва ихтисабан. Кім-де-кім Рамазанның күндізін оразамен өткізсе, бағанағы аяттың басындағы шынайы иманмен, Аллаға сенген, сезінген түрінде, ва ихтисабан, Алланың уәде еткен күллі сый сияпаты дәрежесін барлығын дәм еткен түрде, соны тілеген түрде оразамен өткізсе, ғуфира лаху ма тақаддама мин замбихи. Осыған дейін өткен күнәларының барлығы кешірілді дейді, өткен шақта. Сен ойлаңыз, не нәрсе ол? Жетті. Мынаны полировать етеміз. Біз мысалы мына жерде кісілер келеді десе, мына жаққа алдыңғы келгенде мынаның бәрін жуып тазартуға тырысты ғой енді, дұрыс па? Адам келеді дегендіктен. Ойлаңызшы, мен Алламен жолығатын болсам, жүрегім қалай тазалану керек? Ибрахим айтып тұр ғой: илля ман аталлаха биқалбин салим Құранда. Сау жүрекпен келген адам ғана болмаса, қияметте оның баласы да, оның мал байлығы да ешқандай пайда бермейді дейді.
сондықтан жаңа полировать етіледі. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, бұл күндізі осылай болды. Мән қома рамадана дейді. Сосын кімде-кім рамазанның түнін намазда тұрса, яғни қасиетті Құранды оқу, иманмен және сауап тілеумен, ғуфира лаху ма тақаддама мин замбихи дейді тағы да. Осыған дейінгі өткен күнәларының барлығы кешірілді. Екінші рет жуып өтті ғой мынаны. Сосын сізден разы болған сондай екен, сонда былай дейді: мен бұл айдың соңына бір түнді жасырдым. Өткен күнәлар кешірілді, тағы бір рет үстінен сызып өтті, кешірілді. Сосын айтады, сондай бір түн бар дейді. Сол түнде де осылай тұрып бере алсаң, бірақ ол түнді әдейі жасырып қойғам дейді. Бір күнге шегелемей, бірақ дінге, жаңағы намазға, оразаға енді келіп жатқан адамдарға мешітте 26-ші түні деген норма және әдемі нәрсе. Бірақ сізге болмайды өйтіп еркелеуге. Сіз енді оны соңғы 10 түннің ішінен іздейсіз. Неге? Өйткені оған дөп түсу керек. Дөп түсетін болса не болады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. 83 жылың солай өтті деген 83 жыл жазып берем саған. Сол түні қалай болдың, сол күндізі қалай болдың, 83 жыл подарок болды. 1000 айдан артық дегендей. Сонда ойлаңыз, бұл ай не әкеле жатыр бізге? Енді бұған көкірегіңді ашсаң, мынандай нәрсе ғой, мысалы. Бұған қарай өзің жақындасаң, бұл да саған соның бәрін береді ғой. Мен бұған жалқау болсам, махрұм қалам көп нәрседен. Сондықтан күндіз берілді Аллаға, түнде берілді. Енді біз мына нәрсені сұрап жатырмыз Алла Тағаладан. Раббымыз осы оразаны біздерге парыз етті. Арғы түбінде қандай болып шығу керек біз бұл оразадан, немесе нені көздейсің бұл оразадан бізден? Соны Алла Тағала Құранда айтады. Лағаллакум таттақун. Уайыман келтіргендер, сендерге Рамазан айының оразасы парыз етіліп жазылды, тақуалардан болуларың үшін. Біз қазір тақуа деген сөзді қарапайым мағынасына келеміз. Өйткені көбінесе біз тақуа деген кезде біз әулиелерді ойлап кетеміз да, бізге қатысы жоқ тақырып сияқты. Жоқ, ол қарапайым нәрсе дейді Алла Тағала. Ол кәдімгі өзіміздің тілде айтқан кезде сақтану деген сөз. Сақтану. Мысалы өзіміздің жаңағы тілде от табайла, тоқ табайла. Осы абайлау, Алланың ұлылығы, Алланың қадірі, Алланың ескертулері бар, Алланың өсиеттері бар. Оның барлығы маған қарай бағытталған. Сондықтан мен сақтану керекпін. Мысалы қараңыз. Алла Тағала өте кешірімді, өте рахымды. Егер осы сөзді ғана айта берсе бізге, біз босап кетеміз. Дұрыс па? Біз босауға болмайды, бізде нәпсі деген нәрсе бар. Босап кету деген сөз форманы жоғалту жалпы. Форма деген нәрсе, қалып деген нәрсе, жалпы адамға ұнайтын нәрсе. Дене бітімі тұрғысынан, сымбаттылық тұрғысынан, жаңағыдай тамақтану тұрғысынан, өзін-өзі күту тұрғысынан деген кезде қалыпты жағдай. Сол сияқты енді мына нәрсені қарады. Алла Тағала өте кешірімді, өте рахымды. Ұнады бізге бұл аят. Сосын айтады: «Ванналлаха шадидул иқоб». Сондай-ақ Алланың азабы қатты. Бұл бізге қатысы бар ба? Алла Тағала жоқ, әлде бұлардың ат қауымы, Самуд қауымына айтқан нәрселерің жоқ, сендерге қатысты айтылып жатыр. Олар оны ескермеген, сақтанбаған, сондықтан олардың басына ол орнады. «Вағламу анналлаха шадидул иқоб». Біліңдер, кәдімгідей біліңдер. Иманды оқыған кезде осыны оқыңдар бірінші.
Алланың азабы қатты. Және де Алла өте кешірімді, мейірімді екенін біліңдер. Сонда бізге Алла тағала қос қанатты осылай жасап берді. Осы қанат осылай болу керек. Алла және кешірімді, мейірімді десек, биде босап кете береміз біз. Мысалы, мына дұғаларға қараңыз. Қазір көресіз өзіңіз. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана. Дұғаның басын қараңыз, қандай әдемі. Раббымыз бізге осы дүниеде де жақсылық бер, бізге ақыретте де жақсылық бер. Сосын аны қараңыз. Вақина азабыннар, және бізді тозақтың азабынан сақта. Осы қина деген сөзбен тақуа деген сөз түбірі бір. Сақта. Сонда аталым айтқысы келетіні, сен сақтан, мен сақтаймын. Сен сақта деп өзің сақтанбасаң болмайды. Өйткені саған жұмыс тапсырылған. Сен саған тапсырылған нәрсені маған тапсырып жатсың дейді Алла. Қалай ол? Сондықтан Раббымыз бізге дүниеде де жақсылық бер, ақыретте де жақсылық бер, және бізді от азабынан сақта. Мына жерде біз үшін бұлай тұрса жарасар еді. Біз нәпсі болғандықтан Раббымыз бізге дүниеде де жақсылық бер, ақыретте де жақсылық бер, және бізді жәннатқа кіргіз. Жоқ ондай дұға. Сондықтан босатпайтын, нәпсіні босатпайтын нәрсені Алла жақсы біледі да, соны қояды. Енді мына дұғаға қараңыз. Мысалы, Құранда Фурқан сүресінде Рахманның құлдары деген аяттар бар. Рахманның құлдары жердің бетінде салмақта жүреді. Олар өздерінен адамдар тіл тигізсе, сәлем деп өтеді. Түнді олар сәждемен және тік тұрумен өткізеді. Рамазанда істейтін амалдар бар екен. Сосын қараңыз. Түнде олар көп дұға жасайды. Көп дұға жасайды. Сол көп дұғасын Алла айтпайды бізге. Өзіне ұнайтын дұғасын айтады Алла. Олардың айтқан дұғаларының ішіндегі ең ұнайтынын алып шықты да Құранға соны тіркеді. Ол қандай дұға? Роббана сриф анна азаба жаханнама. Инна азабаха кана ғарама. Раббымыз бізден тозақ азабын аулақ қылшы. Қараңыз. Оның азабы жан көтере алмайтын азап қой. Неге ол жерде бұлай тұрмайды? Раббымыз бізге жәннатты берші деген. Жалпы жәннатты берші деген дұғаны Құраннан өзіңіз іздесеңіз таппайсыз. Бірақ тозақтан сақта, тозақтың азабынан сақтай көр, тозақты бізден аулақ қыла көр дегендерді көп кездесесіз. Немесе бізге айтады, уа иман келтіргендер, өздеріңді, еркектерге айтып жатыр, өздеріңді және отбасыларыңды, әйел бала шағаларыңды оттан сақтаңдар. Қайтаран осы сөз келді ғой. Оттан сақтаңдар. Қу анфусакум. Сосын ары қарай сөйлейді Алла. Бағана кешірімді және мейірімді Алла былай деп жатыр. Қараңыз. Кешірімді және мейірімді Алла былай деп жатыр. Оттан сақтаныңдар. Әлгі оның отына тастар мен адамдардан болатын. Яғни сақтанбаған адамдардан болатын. Оның басқасында періштелер бар. Олар өте ірі. Және олар аямайды. Қызметі сол. Соқтан бұл нәрсе не үшін Алла айтады? Сақтану деген нәрсе менде не құрылым? Дұрыс жұмыс жасаса, соғұрлым мен өзімді жақсы көрем. Бүгінгі жаңағы самооценка деген нәрсе. Өзіңді сүй, өзіңе шекарасыз деген нәрселер осы аяттың түбінде талқандалады. Егер өзіңді сүйсең, онда сақтайсың максимально. Егер өзіңді уважать етсең, өзіңді максимально сақтайсың Алладан. Ескерткен нәрсесінен. Егер шекара керек болса, сақта. Алла ол шекараны өзі сызып қойған. Менен кейін ешкімнің шекара сызуға хақысы жоқ дейді. Өзіне болсын, басқаға болсын. Шекаралар сызылып тұр. Сол шекараларды сақта дейді. Соқтан Рамазан айындағы оразада көрдіңіз ғой. Сақтанушылардан болуларың үшін парыз еттім.
Енді осы жерде бір маңызды нәрсе. Сақтану үшін мен не білу керекпін? Құралдар керек. Бірінші, Алла тағала маған айтты, мен тірімін деді. Тіріні сезу керек. Мысалы қараңыз. Мен мына жерде отырмын, бөлмеде. Әлеуметтік желі көріп отырмын. Бәріміз елестетейік. Болмайтын бір нәрсені көріп отырмын. Біреуміз жаман нәрсе көріп отырық. Біреуміз бос нәрсе көріп отырық. Біреуміз өсек көріп отырық. Біреуміз бір отбасының бір талқылаған бір мәселесін. Сол бір жаман пайдасыз нәрсені көріп отырған кезімде бөлмеңізге бір адам кіріп келсе, не істейміз? Тірі адам әсер етті ме? Әсерлі болу үшін какой-то жаратылыс әсер етті. Ал сондай жаратушы вообще әсер етпейді. Мен нормаға түсіп алғам. Алла мен экранын мен босатып тастағам. Алла да босатады. Көрдіңіз бе қандай нәрсе? Ол позволять еткен жоқ маған оны. Бірақ мен өзім босатып тастағам Алла мен экранды. Мен қаласам ғайбат айта салам. Сен білесің бе, кеше былай болыпты ғой деймін. Сосын ол да маған ұқсаған біреу, солай ма? Астағфирулла дейді. Біз осындай болып қалғанбыз. Біз өзімізді не істеп жүрдік? Босатып жібердік. Неге? Сақтанбағандықтан. Сондықтан осы айда біз мына нәрсемен жұмыс жасайық. Алла тірімін деді. Ана тірі адам кіріп келсе, егер ұйықтап жатқан адам болса, мен қарай беруім мүмкін әлі. Өйткені өлі сияқты ғой. Сондықтан тіріде не бар? Ол тірі көреді, естиді. Түсініз бе? Міне. Сондықтан Алла тағаланы ол тірі. Міне күндіз ораза. Күндізгі ораза, мен таң намазына тұрдым. Таң намазына тұрғанымның өзіне жаңағындай қатты бір әсер еткен нәрсе Алла көріп тұр. Алла естіп тұр. Тұрдым, сәресін іштім, отбасымда сондай ауа райы махаббатпен бастап жатыр. Алла тағаланы сүйеміз. Андай өте бір позитивті бастау керек. Таңертеңгі жаңа нәрседе қалай болады екен бүгін, не болады екен деген бір андай болмайтын әңгімелерді дастарханға жақындатпау керек. Өздеріңді көтеретін әңгімелер. Альхамдулилля, берекелі Рамазан айы кірді деген мағынадан жердің бәріне бір жақсылық шашып дегендей. Сонымен ықыласпен мен кірдім, кіргеннен кейін жұмысыма барам, көлікке мінемін, немесе автобусқа барамын, немесе жаяу кетіп бара жатамын дегендей нәрселер болды. Мен енді сақтану керек. Мен осы Рамазан айында сақтануды ерекше үйрену керекпін. 11 ай мен босаппын біраз. Жер мені көтеріпті, аспанда мені түсініпті дегендей нәрсе. Алланың кеңшілігі рахымы болғандықтан. Енді мен сақтанамын. Нәрсені айтайын деймін, мен естушімін дейді. Сақтанамын оған ұнамайтын сөзді айтудан. Енді әлеуметтік желіні ашып қалған кезде жаңағы бірден Алла тағала әсер етеді. Алла мен көрушімін дейді. Мысалы, Юсуф алейхиссаламның оқиғасын білесіздер. Әлгі әйел заты қатты сүйді, қатты ұнатып, күллі ойы кетті. Сөйтіп күйеуі үйінде жоқ кезде бөлмелердің барлығын жаңаға құлыптап, өзі керемет дәрежеде жуынып, шайынып, әсемделіп, хош иістеліп, Жүсіптің алдына келді. Ойлаңыз. Сол кезде мен былай тұр. Жүсіп деген ол кезде құл, қызметші. Сондай жағдайда тұр міне. Алла тағала кәдімгідей көрсетіп жатыр адамды. Кел маған деп айтты дейді. Сондай нәрседе тұр. Жүсіп те ойлап кетер ме еді оны дейді. Егер де ол Раббысының бір айғағын көрмегенде. Ол қандай айғақ десек, өзі келесі аятында айтады. Казалика наззил мухсинин. Бізді көріп тұрғандай қосылық жасайтын адамдарды осылай жарылқаймыз. Осылайша біз одан жамандықты аулаға кеттік дейді. Неге? Өйткені ол Алланы жоғалтпады. Алланы жоғалтпағаннан кейін Алла тағала жаңағы күшті берді, ол итеріп жүгірді. Сонда Жүсіптің сақтанғандығының Алла тағала практически несін көрсетіп отыр. Өзі аятқа қарасаңыз, қашып бара жатуы. Ойлаңызшы.
ешқашан күнә жасамаған, әдепті, жаңағындай дәулетті, өзі келіп тұрған әйелден қашып бара жатқан еркекті Алла Тағала Құранда әдейі көрсетті. Соншалықты ол қашты, әйел көйлегін жыртып алғанға дейін. Ойлаңыз, қаншалықты ол не хочу этого деді. Сонда оны ешкім көрмеген еді оларда, Алладан басқа. Осылайша мен қазір ондай нәрсе емес, әлеуметтік желінің өзіне мен қазір сақтануды үйренбесем. Осы нәрсе, мен кәдімгідей фильтровать етіп отыру керекпін. Ол фильтрация маған керек па? Алла Тағала Құранда айтады: "Я аyyuhallazina amanu in tattaqulloha yaj'al lakum furqana." Егер де Алладан сақтанатын болсаңдар, онда мен сендерге ақ пен қараны ажырататын фильтрация жасап берем жүректеріңе. Сендерде алтыншы сезім пайда болады дейді. Ана искеу, көру деген нәрсе жайына қалады. Анау келген кезде сен вообще тема боласың деп жатыр. Неге? Өйткені сен көрсетіліп жатқан нәрсені бірден алып тастайсың. Бірден. Мына жақта біреу келіп, білесің, мына сөйтіп тұрған кезде ешқашан маған бауырым туралы жаман сөз айтпа, бізге ғайбатта қоймайды. Бірден. Бізде бұл бар ма? Бар болса, онда бізді сақтануды Алла Тағала бізге үйретті. Жоқ болса, онда маған бәрібір, менің жүрегім мусор. Мен Алладан басқаны кімін? Енді Алла Тағала осы айда сен болмайды, енді мына 11 айда то менікі, то басқаныкі, бұндай болмайды. Определяция ету керек Рамазан айында деп, сөйтіп бізге осы нәрсені қойып беріп отыр қазір. Енді біз Алла мен сенікімін деген нәрсеге Алла көмектескісі келіп тұр осы айда. Қаншалықты көмектескісі келіп тұр десе, ойлаңызшы. Мен дейді, ешбір айда істемеген нәрсені істеймін. Қандай нәрсе? Алланың елшісі, айтыңызшы бізге. Алла осы айда дейді, аспанның күллі есіктерін ашып тастайды дейді. Аспанның есіктері кәдімгідей мықты қамал жабық тұрады. Тіпті Жибрил пайғамбарымызбен саллаллаху миғражға көтерілген кезде Жибрил есік қағады. Сосын ар жақтағы періште сұрайды: "Кім бұл?" деп. "Ол Жибрил, және қасымда Мұхаммед" дейді. "Ол шақырылып еді" дейді. "Я, ол шақырылды" дейді. Сосын ашылады. Мынада қараңыз, Рамазан айында. Сол қанша есігі бар болса, күллі аспанның есігін ашып тастайды. Яғни кімге мен керекпін деп тұрған Тағала. Кім люблюді айтқысы келсе, осы айда маған есіктің бәрі ашық. Екінші, ол есік бер жағы дейді, ар жағында жәннат дейді. Жәннаттың есіктерін ашып тастайын дейді. Ойлаңызшы, жәннаттың екі арадағы нәрселер аураны создавать етіп отыр Алла Тағала. Осыны сезу керексіз. Сосын айтады: "Әлгі сен сақтанып отырған тозақты осы айда толық жауып тастаймын" дейді. То есть менен проблема жоқ, мен почти қаламай тұрмын дейді саған тозақты. Өзің жаңағы асық тұрған жәннат пен аспанның есіктерін былай қойып, өзің ан жақты іздеп кетпесең. Одан кейін сендердің нағыз дұшпандарың жердің бетіндегі шайтандар. Сендерге өте үлкен көмек, сол шайтандардың барлығы шынжырланады. Енді осы айда сен өзің 11 айда қандай мусор жинағаныңды өзің көресің. 5 шайтаны айтқым келіп бара жатқан болса, өзім кәдімгідей бұзық екем негізімен. Көрдіңіз бе? Өзім бүлініп тұрған нәрсе екем да. Бірақ ол бүліну нәрселер нормаларға айналып кеткен да, менің бір қасиетім айналып кеткен мінезім. Мен өзім сондаймын дей саламын. Енді болмайды, мен сондаймын деп айта салу болайды. Сондықтан Алла Тағала максимально мені ойла деп тұр осы айда. Мені ойласаң, менің көріп тұрғаным есіңде болады, менің естіп тұрғаным есіңде болады, менің тірі екенімді сезесің. Кәдімгідей мен саған денеңнің тітіркенетін сезімдерге дейін берем, егер жақсы жұмыс жасасаң. Мүмкін емес деп отыр ғой. Мен байланысқа кіретін адамның бойында жаңағындай тазарулардың болмайтын. Сондықтан бұл ай өте үлкен Алланың сыйы. Бұл айда осы нәрсемен қатты өзімізбен шұғылдану керек. Самооценка, өзіңді жақсы көру, тағы басқа нәрселер, бүкіл темалар осы айда Алла Тағаламен екі арада шешілейін деп тұр. Өзінің орнына қойылайын деп тұр әрбір нәрсе. Не бұл бірінші? Сақтану дейді. Екінші мен сұрайтын болсам, Раббым максимально тағы қай нәрсеге көңіл бөлейін осы айда десем, Шахру Рамадан аллази унзила фихил Құран. Рамазан айы бұл айдың ішінде Құран түсірілген. Олай болса, менің сөзім жердің бетіндегі. Ол жалғыз Құран.
бұған дейін түсірілген Інжіл мен Тәурат толық бұрмаланып кетті. Жалғыз менің сөзім, таза менікі Құран. Менің сөзіме әлемнің бәленбай пайызы мән бермейді, керек те қылмайды оның. Оның сауабына да, оның мазмұнына да, мағынасына да. Сен осайда ерекше көрсетші, менің әрбір сөзімнің саған маңызды екендігін. Мен сол әріптің бүкіл сауабын жазайын саған. Соның ішінде қанша ғылым пайда болса, қанша ішінде жаңағы коуч болса, мен соның бәрін берейін саған. Сен соған желанияңды ашшы. Әрбір күніңді мен осынша сағатымды Раббым сенің сөзіңме берем деген. Сонда қараңыз, ең керемет нәрсе, сіз Құранды ашқан кезіңізде, сіз оқисыз ғой. Кім сізбен сөйлесіп отқан? Алла. Жалғыз Құран Алланың сізбен сөйлесетін кезі. Намаз сіздің Алламен сөйлесетін кезіңіз. Сондықтан Құран сондай бір керемет нәрсе, ол мүмкін Рамазанға дейін көп ашылмай қалған шығар. Жалғыз бір кітап жердің бетінде қазір. Сіздің үйіңізде оның 4-5-еуі тұр. Для красоты. Өздері новый. Соны Рамазанда соның біреуін алып оқалау керек. Рамазанның соңында бір түрлі оқалау керек жаңағының. Сол онша әдемі болмай қалған, әбден ұсталынған, қайта-қайта мыжырайған Құран, сол Құран келеді қияметте куәлік беріп. Ана полкада жылтырап тұрған Құрандар келмейді. Өйткені олар сені чувствовать етпеген. Сондықтан Құранның беттері. Оны айтып отқан себебім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, мұмин адам қабірінен тұрған кезде бір мыжырайған, шаршаған, ұйпа-түйпа бір кісіні көреді дейді. Сен кімсің деп айтсам, мен сенің Құраныңмын ғой әлгі, қолыңнан түспеген деп айтады дейді. Соны керемет пайғамбарымызға жеткен сенімді осындай сахих хадистер. Бұның бәрі сіз үшін, біз үшін. Сондықтан міне бұл айда ерекше бақытты болуға болатын айда. Осыны қазіргі сақтану деген нәрсені басынан бастап әдемілеп жатсақ, сіз көресіз, қадір түні сізге қандай сезім сыйлайтынын Алла. Соңғы 10 күнде сіз тіпті ықылас, өміріңізде танып көрмеген ықыласты байқайтын боласыз. Өйткені анау тазарды. Қазірдің өзінде де білесіздер ғой. Ешқандай дәрі көмектеспейді. Пока тазарып шықпайынша, бір дәрілерді ішпейінше деген әңгіме көп қой қоғамда. Анау паразиттерден, ана нәрселерден тазармайынша дәрі көмектеспейді деген тақырыптар көп қазір қоғамда. Сол секілді мен алдымдағы келе жатқан қадір түнді сезуім үшін мен оған дейін тазарып үлгеру керекпін. Осы тазаруды Алла Тағала бәрімізге нәсіп етсін. Сіздер мен біздерге осы айда Алланың бізге мүмкіндік бермеген салиқалы амалдар қалмасын. Үлкен рахмет сіздерге. Алла берекесін берсін. Ұстаз, Алла разы болсын. Енді Айнұр ұстазымызбен Әл-Мәдина мешітінің шәкірттері сіздің Рамазан тәрбие мектебі кітабыңызды оқып, осы Рамазанға дайындықты бастап кеткен еді. Осында отырған әпкелеріміз сол кітап барысынан сұрақтар қойсаңыздар болады иншалла, иә? Шағын қысқа нұсқа болса, ұстазың да уақыттың ақысына кіріп кетпейтіндей иншалла. Микрофон, қол көтерсеңіздер, мен микрофонға бар қойым. Қағазға жазып берсе? Мен барып бере берейін, уақыт не болып тұр. Сұрақ қоятын кісілер бар ма екен? Осы Рамазан, оразаға қатысты тақырыпта, иә, иншалла. Жеке өздеріңізге қатысты емес. Бар ма сұрақ қоятын кісілер? Сұрақ болмайды. Бәрі шешілді ғой деймін. Да, машалла. Алла разы болсын. Иншалла. Ассаламағалейкум ва баракатух. Рахматуллахи. Мен сұрайын деп едім, өзім нағашы атам Рамазан айында жаңағы қайтыс болған еді, Раббысына қайтқан болатын. Сол Рамазан айының жұма күні қайтқан болатын. Соны білгім келеді. Мысалы, жаңағы көп хадистерде жаңағы айтылған
уағыздарда айтылады ғой, тозақтың барлығы жабылып, шайтандардың барлығы кісенделіп, тек жұмақтың есіктері ашық болады дейді ғой. Сол кезде жаңағы оның амалдары сұрала ма, жоқ, жаңағы тозақ жабық болғаннан кейін жәннатқа кіре ма деген сұрағым болған. Жалпы Алла тағаланың минимум адамзаттан қалаған нәрсесі өзінен басқа құдай жоқ екендігіне иман келтіру, Мұхаммед оның елшісі, құл әрі елшісі екендігіне иман келтіру. Міне осы оның мұсылмандығы. Осы минимумға ешбір ғалым ешқандай нәрсе қоса алмайды. Алланың рахымына өтуге бөгей алмайды. Асылы. Сондықтан иншалла біз өтіп кеткен адамдарға қатысты жаңағындай оның мұсылмандығы біздің өзіміздің жаңағы куәміз өмірінде осындай. Сондықтан біз оларға жаңағы Рамазан айының қарсаңында жұмаға қараған түні деген нәрселермен хадистер айтылғандықтан біз сол үмітті жасаймыз оған. Бізге де солай біреу үміт етсе жақсы ғой деген нәрсе де мысалы. Біз ешқандай бір жаңағы нәрсені аттап тұрған жоқпыз. Минимум Алланың қалағаны оның бойында болды. Сол минимумның негізінде ол Алланың жаңағы кеңшілігіне, рахымына қарай үміт етеміз сол нәрсені оған. Сондықтан біз тек кесіп айтамаймыз. Біреуге бұл жәннаттық деген сөзді айтамаймыз. Пайғамбарымыз рұқсат етпеген. Бірақ үміт етіп, жеке Алламен отырып, Алладан оған оны сұрауға, иншалла, Алла тағала бұл үшін біздің көкірегімізге осындай мейірімділік сыйлаған. Бар ма арамызда? Тағы қол көтерсеңіздер. Аха. Машалла, өте жақын жерлерден болып отырсыз. Ассаламу алейкум, ұстаз. Тарауих намаз жайлы айтсаңыз, әйел кісілерге қаншалықты оқылып міндетті? 8 ракат оқса болады деген естіп жатамыз. Ол жайлы да кішкене түсініктеме берсеңіз. Жалпы негізі әйел заты да жаңағы ер адам да екеуі бірге жарысып істейтін амалдар ғой енді бұл Рамазан айындағы амалдар. Бірақ дегенмен сіз жаңа жұмыстан шаршап келген жұмыс істейтін мысалы әйел кісілер бар. Жұмыстан шаршап келген кезде, үйіңізде бір жаңа келген кезіңізде бір нәрселер шұғылданып жатқан кезде, сосын еріңіз, жұбайыңыз кіріп келген кезде күллі жұмысты тастау керек былай қарай. Номер 1 келді. Түсініз ба? Оны солай сіз өзіңіз номер 1 қылмасаңыз, ол суи береді жүрегіңізде. Соған искрит етіңіз. Соған жаңағы қандай қылықтарыңыз бар, билегіңіз келсе билеп жіберіңіз деген нәрсе. Өйткені өз үйім өлең төсегім. Сахнада болмайды, бірақ үйде бүкіл өнеріңізді көрсетіп, есін тандырыңыз. Сол сияқты нәрселер бар өмірде. Ол номер 1. Оны өзіңіз суытып, өшіріп, немқұрайды қарасаңыз, ол солай өшіп қалады ол. Өйткені біз нәпсіміз. Нәпсіде адалдық та бар, қиянат та бар. Опасыздық болады. Махаббат тұрған жерде бір қырында адалдық бар, бір қырында қиянат бар. Сондықтан искрит етіңіздер бір-бірлеріңізге Рамазанда. Анау өшіп қалайын деп жатқан, немесе өшіп қалғалы тұрған, немесе немқұрайды қаралған нәрселерді жаңғыртып көтеріп алыңыздар да. Әйел заты да бұл нәрседе көп көңіл бөлу керек осы нәрсеге иншалла. Сондықтан жаңа тарауыққа егер бармай ақ қойшы десе, ол мысалы дегенде сен үйде отыра бер, мен барып келейін десе, болды деңіз да. Ол проблема емес, тарауықтан қалып қойыңыздан бір сауаптан мақұрым қалып қалуы деген нәрселер. Немесе бір жерге жаңаға барайын деп тұрған кезде, бармай ақ қойшы, қасымда болғанда қатты жақсы көріп тұрмын десе, ана жақта бір 20 адам күтіп отырса да, норма болу керек та. Номер 1. Оны солай өзіңіз оны жасамасаңыз, ол өшті. Ол да адам. Соқтан сіздерге көп нәрсе байланысты. Бағанағы Ибрахимді Алла тағала Хажар қандай қылды мысалы, көтеріп, анау баласының өзіне мысалы, ойлаңызды. Сондай мағыналы болады өмірде. Соқтан ер адамдар енді қалмасын, қайнамазды болмасын. Үйде оқим десе де еріктері. Сол 20 ракатты үйде оқим десе де өзінің еркінде. Ол бір парыз нәрсе емес, иншалла. Ал енді мен қиын мешітке бармасам үйде оқи алмаймын, нәпсім чөт әлсіреп кетеді. Сөйтем деген адамға барғаны дұрыс. Бірақ оқи алам деген нәрсе ер үйінде, әйел заты да үйінде. Әйтеуір бұл амалдарға еш нәрсе кедергі болмау керек. Бұлардың мешітте орындалу шарт емес. Үй, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның қалаған нәрсесі. Сондықтан
үйіңізде осы Рамазан айы кәдімгідей лапылдап аспанға жұлдызша көріну керек. Пайғамбарымыз мынандай бір хадис айтқан: аспандағы періштелерге, мысалы жаңағы мынау жердің бетіндегілерге аспандағы жұлдыздар қалай жарқылдап көрінсе, Құран оқылып жатқан үйлер періштелерге тура солай көрінеді деген. Сондықтан бізде шанс. Осы айда үйіңде кәдімгідей насибеттермен көрінбейді, түсіндіңіз ба? Бірақ Құран, түнгі намаз кәдімгідей ана жаққа жарық жібереді. Болды. Сонда ең маңызды нәрсе бұл осы нәрсеге Рамазанның әрбір түні ауыз ашатын кезіңізде Алла тағала арнайы періштелерін жібереді. Сөйтіп сол періштелер тізім жазады екен. Сонда сол тізімнің басында мынандай сөз тұр: тозақтан азат етілгендер. Әрбір ауыз ашатын сәтте соны жазады. Бұған менің бағанағы ауыз ашқан сәтке дейін сақтануым сол үшін керек. Өйткені өту керекпін мен тізімге. Сөйтіп осы нәрсе осы бір-ақ түні ғана жазыла ма десек, пайғамбарымыз айтады ғой: Рамазан аяқталғанға дейін шанс бар дейді. Әр түні жаңағы тізім жазылумен болады. Қашан Рамазан аяқталады, тізім жабылады. Мен сондықтан Рамазан ауыз ашатын кезде соны ойлап отырып қуануға тырысайық. Құр тамаққа жеткенім үшін емес. Бүгін мен сіздерге бір күшті қуанышты жаңалығыммен бөлісейін дегем. Ол менің Мидағы шексіздік кітабым. Бұл кітап былтыр 1 жыл бұрын жарық көрген болатын, бірақ биыл жаңартылып, 3-ші бөлімі қосылып, осы Мидағы шексіздік кітабы қайта жарық көрді. Осы бүгін міне сіздердің алдарыңызда тұсауы кесіліп тұр. Енді тұсаукесер жасаған жоқпыз, оны өйткені бұрын тұсауы кесіліп қойған. Осы 3-ші бөлім, бұл жалпы Мидағы шексіздік кітабы біздің бағанан бері айтылып жатқан уағыз насихаттар, ол біздің Алламен сенімімізге байланысты, иә. Алла тағаламен менің арамдағы байланыс рухани тірек болып есептеледі. Біздің осы кітабымыздың осы жолғы шығарылымында байқасаңыздар, астында рухани тірек деген жазуы бар, Мидағы шексіздіктен бөлек. Бізде қазір неше түрлі психологтар психологияны сіздерге үйретіп жатыр, коучтар, иә, мысалы, неше түрлі. Бұл жерде исламның, яғни ең басты құндылығы ол адамның жүрегін басқа тәуелді қатынастардан құтқарып, Алламен байлау. Адамның жүрегі Алламен байланған кезде ода тәуелді қатынастардан құтылады. Сол кезде оның бүкіл мәселелері шешіледі. Психологияда оны созависимые отношения деп айтады. Міне осы басқа байланулардан құтылып, адамның жүрегін Раббысымен қалай байлай алады? Және де неге шексіздік? Егер сіз немен байланасыз, соның күшімен өлшенесіз. Мысалы, егер мына жерге бір тіректі қойып қойсақ, мықты, иә, арматура, ол мықты, сіз оны қаншалықты мықты сіз ұстап тұрасыз, ол анау қозғалғанша сіз мықты болып тұрасыз. Тура сол сияқты өмірде сіз не нәрсеге байланасыз, сол нәрсеңіз құлағанға дейін ғана мықтысыз сіз. Егер біз дүниелік нәрсеге байланатын болсақ, анамызға, әкемізге, ақшаға, карьераға, баламызға, күйеуімізге, оның барлығы да уақытша әлсіз, шектеулі. Сіздің санаңыз да, күшіңіз де, бүкіл нәрсеңіз шектеулі. Өйткені сіз шектеулі бір нәрсеге байланып тұрсыз. Ал шексіздік деген сөз сіздің ұлы Раббыңызға байлануыңыз. Алланың құдіреті шексіз ба? Шексіз. Ол үшін мүмкін емес нәрсе жоқ па? Жоқ. Сол сияқты Алла тағаланың ризығы да таусылмайды. Алла тағала бүкіл нәрсені көруші. Енді сіз Алла тағалаға шынайы, егер ол Раббыңызды таныған болсаңыз, шынайы Раббыңызбен байланған болсаңыз, сіздің миыңызда шек болмайды. Және де қандай тығырыққа келіп тірелсеңіз де, сізді Раббыңыз сол жерден алып шығады. Және де осы кітапта кез келген адам қазір мынандай болып жүрмін, андай болып жүрмін деп негізі жаңағы әртүрлі психологтар аралап жатады ғой. Күйзеліске түсіп кеттім, депрессияға түсіп кеттім деп, иә. Осындай өмірдің әртүрлі ситуациясына негізі Құранда жауап бар. Алла тағала Құранда бізге қандай жағдайға ұшырасақ та, Құран аяттарында жауап бар. Осы кітаптың біз 2-ші бөлігінде сіздің әртүрлі жағдайыңызға байланысты Алла тағаланың
сізге берген мотивациясын, яғни аяттармен берілгедік. Енді осы үшінші бөлімде ол өлеңдер, рухани, яғни сіздің Раббыңызға деген махаббатыңызды арттыратын. Және біз 4-ші бөлім қостық. Бұл көпшіліктің сұранысы бойынша осы кітапта ғана бар. Ол бұрынғы басылымда жоқ. Бұрынғы шығарылған басылым бітіп кетті. Бұл 2-ші басылым. Бұл не деген кезде біз қазір көбіміз Алланы жақсы көру керек, Алланы тану керек, бәрін білеміз. Бірақ қалай деген сұрақ болады әрқайсымызға. Қалай? Не істеймін ол үшін? Раббымды тану үшін, Раббыма жүрегімді байлау үшін. Не істеймін деген сұрақ болады, е? Міне осы сұраққа жауапты сіздер осы кітаптың ішінен тапсын деп, біз практикалық амалдар қостық. Яғни адамның жүрегін, рухани тірегін арттырып, Аллаға деген шексіз сенімін арттыру үшін жасалынатын амалдар, ол сіздерге аптаға, күнге барлығына бөлініп, осы кітаптың ішінде беріліп қойған. Сондықтан да осы кітап, иншалла, енді әртүрлі кітап клубтары мені шақырды, осы кітапты оқып, осыған дейінгі кітапты, я. Сол кезде өмірлеріндегі өзгерістерін көріп, шыны керек, мен бұл кітапты шығару үшін 10 жыл дайындалдым. Негізі менің тағы да кітаптарым бар, әлі шығарылмай тұрғанда, менде бір үлкен қорқыныш болады екен. Өйткені мен көп көрдім, кітаптар шығады, бірақ сөрелерде шаң басып тұрады, ешкім оқымай. Менде сондай бір қорқыныш болды, мен кітап шығарып, ешкім оқымай қалмаса екен деген. Сөйтіп, мен осы кітапты шығармас бұрын қатты дұға еттім. Раббым, мен сондай кітапты, иншалла, Аллахым ниет етіп шығарайын. Бірақ сол кітап сөреде тұрмасыншы, қайта-қайта оқылып жүретін кітап болсыншы деді. Аллаға шүкір, Алла дұғаларды қабыл етуші, ол менің бір ақылдылық кемелділігімнен емес, Алланың сол мейірімімен осы кітапты оқыған адамдардың барлығының айтатыны, бұл кітап қайта-қайта оқып тұратын кітап екен. Сумкама салып, тастамай жүремін дейді осы кітапты. Яғни қандай да бір көңіл күйім жүрсе, яғни Алланың аяттарын оқу арқылы. Я бізде Құран кітап тұр, Құранды оқып, сіз жүрегіңізді Алламен байлауыңызға болады. Бірақ енді оның ішінде қай жерінде қандай аят бар екенін сіз білмеуіңіз мүмкін, да? Құранды да оқисыз. Және де сізге жаңа жеңіл тілмен, досыңызбен сырласып отырған сияқты, өте жеңіл тілде сол барынша осы кітапты беруге тырыстық. Енді Аллахым бұйыртып жатса, бұл кітаптың ғылыми жаңағы тілде жазылған ғылыми бөлігін бұйырса, Аллахым қаласа, осы жақын арада шығарып қалармыз. Аллахым осы Шағбан айында жасаған садақаларыңыз қабыл болсын. Біз ұстазбыз, біздің қолымызда негізінде бір байлық тұрған жоқ, бірақ бізде тек қана ниет бар. Мен өзім тек қана 0 теңге ешқандай ақшам болған жоқ, просто осы шараны өткізуге ниет еттім. Қыздарымызбен Рамазан тәрбие айы деген Ерлан ұстаздың кітабын оқыдық та, неге ұстазды шақырмасқа деген ой келді. Біздің миымызда шек болмау керек. Егер Алла қаласа, ұстаз келеді дедім. Шәкірттерге айттым. Енді ол кісіні шақыру қиын ғой, уақыты жоқ қой деген сияқты енді кедергілер болды. Бірақ жаңағы айтқандай миымызда шек болмау керек. Алла құдіретті, мен айтамын да, Алла қаласа, иншалла сол кітаптың авторы ұстазымызды шақырамыз дедік. Міне, Алланың құдіретіне куәгер болдық. Сендік, ниет еттік, жасадық. Яғни ризықты Алла тауып, осы шараны өзі көтеретіне толық сендім. Мен тек қана сіздерді хабарлаушы ғана болдым. Қаншама сауап алып, осы шараға үлес қосып, арендасын төлеуге үлес қосқан қаншама қыздар бар осы жерде. Аллахым сіздерге разы болсын. Осы жерден қаншама адам жүрегіне егер пайда алып кеткен болса, соның үлесі сіздерге барады, иншалла. Алла разы болсын бүгін кешке келгендеріңізге. Аллахым өлшеусіз сауаптан жассын. Міне, мен ойлаймын, мен өзім де отырып, негізі өте сондай ұстазымыздың уағызынан қатты жүрегіме сондай бір пайдалы ақпараттармен бір әсерлер алдым. Сіздер де сол әсерді алды деп ойлаймын. Егер Рамазан айында сіздер бір қандай да бір амалды осы шараның себебінен арттыратын болсаңыздар, осы шараға үлес қосқан, міне жүгіріп жүрген қыздар бар, жүргізуші қыздар бар, ұйымдастырушы қыздар бар, осының арендасына үлес қосқан қыздар бар. Барлығыңызда иншалла соның үлескері болады деп сенемін. Аллахым сол адам, сол амалды қайсыз болғанша жасағанға дейін соның сауабы барып тұрады, иншалла. Алла разы болсын. Рамазанда да кездесеміз деп ойлаймын. Рамазанда да ауызашарлар жасаймыз бұйырса. Алла тағала бізді осы Рамазанға аман-есен қауыштырып, және сол Рамазандан кешірілген күйде, ниетімізге жеткен күйде, тақуалыққа жеткен күйде шығуымызды нәсіп етсін. Ал енді жаңа кітап алған ханымдарға сыйлықтарымызды таратып жіберейік, кет қалмаңыздар, иә?